Қайырлы күн, құрметті көрермен. Ұзақ уақыт бойы отырып жұмыс жасау, қозғалыстың аздығы, күнделікті стресс осының барлығы біздің денемізге теріс әсерін тигізеді. Бұлшықеттеріміз, сондай-ақ буындарымыз құрсып қалуы мүмкін, қан айналымымыз баяулауы мүмкін. Сондай-ақ мойнымыздың арқа және бел, басқа да аурулары пайда болуы мүмкін. Тез шаршауымыз мүмкін, сондай-ақ ас қорытудағы жайсыздықты сезінуіміз мүмкін. Және де қазір мен беретін қарапайым йога жаттығулары осы мәселелердің алдын алу үшін, сондай-ақ өзіңізді жақсы көңіл күйде, денеңізге жеңілдік беру үшін арналған және сіздерге де ұнайды әрі сіздерге оң әсерін тигізеді деп үміттенемін. Ендеше бастайық. Қазір біздер жаттығуды оң немесе сол жаққа қарай жатып жасайтын боламыз. Бұл бізге кішкене біздің денемізді шынықтыруға арналған, және егер де сіз өзіңізді әлсіз сезінетін болсаңыз, немесе енді тұрып жатқан болсаңыз, кішкене энергияны біркелкі таратуға көмектеседі. Қазір біздер аяқтарымызды осындай күйде қоямыз, яғни біздің тіземіз бен жамбасымыз бір деңгейде болу қажет. Алайда қолымызды басымыздың астына қоямыз. Енді алдыңғы аяқты қазір созып, кішкене денені шынықтырамыз, яғни сол аяғымызды ішке және сыртқа қарай бірнеше рет айналдырамыз. Тобығымызды оңға қарай және солға қарай кішкене айналдырамыз. Тағы да. Енді қазір сол аяғымызды оң аяғымыздың үстінен тура осылай қоямыз. Енді қазір біздер мынау қолдарымызды, саусақтарын біріктіріп, желкеміздің артына, яғни басымыздың артына қоямыз. Енді қазір демімізді алған кезде, мынау шынтағымызды артқа қарай бағыттаймыз да, сол үстіңгі аяғымызды алдыға қарай созамыз. Шынтағымызды артқа қарай бағыттаған кезде, басымыздың бұлшықеттерінде бірге жұмыс еткізу үшін шынтаққа қарай қараймыз. Жауырындарымыз еденнің үстінде болуы қажет, яғни кілемнің үстінде. Бұл демімізді алғанда. Алайда демімізді шығарғанда шынтақты шынтаққа қарай бағыттап, алайда үстіңгі аяқты артқа қарай жібереміз. Бұнда ең бастысы беліміз майысып қалмау қажет. Сондықтан да ішіңізді кішкене өзіңізге қарай бағыттап, реттеп отырсаңыздар жақсы болады. Енді қайтадан үстіңгі аяқты оңға қарай жібереміз, алайда шынтағымызды солға қарай бағыттаймыз, демімізді аламыз және демімізді шығарамыз. Осылай бірнеше рет жасаймыз. Демімізді аламыз, шығарамыз, демімізді аламыз. Яғни 10-15 рет жасасаңыздар болады. Демімізді аламыз, аяғымызды өзімізден кері қарай жақсылап тартамыз және демімізді шығарамыз. Тағы бір рет. Беліміздің майысып қалмауын реттеп отырсаңыздар өзіңізге пайдалы болады. Енді қайтадан қазір қолымызды басымыздың астынан қойып, мынау 90 градуста аяқтарымызды жоғары қарай көтереміз да, қазір өкшемізге, алайда тіземіздің арақашықтығын сақтай отырамыз, осылай сақтаймыз. Алайда демімізді шығарғанда тіземізді тізеге қарай бағыттап, өкшелерімізді жоғары көтереміз. Яғни үстіндегі аяқтың өкшесін жоғары көтереміз. Демімізді аламыз және демімізді шығарамыз. Демімізді аламыз, шығарамыз. Яғни бұл жаттығу біздерге жамбас, сондай-ақ барлық аяқтың бұлшық еттеріне өте пайдалы әсерін тигізеді. Сондай-ақ бөксе бұлшық еттеріне, оны қатайтуға жағымды әсерін тигізеді деп айтсақ та болады. Осылай бірнеше рет, яғни 10-15 рет жасаймыз. 7, 8, тыныс алуыңыз біркелкі болуған дұрыс. Және соңғы рет. Керемет. Енді қазір біздер қолымыздан итеріліп, келесі жаққа да тура солай жасайтын боламыз. Яғни сол жаққа қарай жатып, қолымызды басымыздың астына қоямыз. Енді алдыңдағы аяғымызды өзімізден алшақтатып,
ішке қарай және тобығымызды, яғни сыртқа қарай және ішке қарай бірнеше рет айналдырамыз. Керемет. Қайтадан аяқтарымызды біріктіріп, енді қолдарымыздың саусақтарын біріктіреміз де басымыздың артына қоямыз. Демімізді алған кезде біздер қазір басымыздың бұлшық еттері де, мойнымыздың бұлшық еттері де жұмыс жасау үшін қазір шынтаққа қараймыз да, жауырындарымызды кішкене мынау кілемге қарай итереміз. Алайда алдыңғы аяқты жамбастан кері кішкене итеріңкіреп созамыз. Бұл демімізді алған кезде, алайда демімізді шығарған кезде шынтақты шынтаққа, аяғымызды артқа қарай қайтадан созамыз. Демімізді аламыз, демімізді шығарамыз. Демімізді аламыз, аяғымызды артқа, шынтағымызды артқа, аяғымызды алдыға созамыз. Демімізді шығарамыз, шынтақты шынтаққа, аяқты артқа қарай. Мұнда қараңыздар, бүйтіп беліміз майысып қалмауға қажет. Сол үшін кішкене ішіңізді өзіңізге, бөксе бұлшық еттерін өкшеңізге қарай бағыттап реттеп отырғаныңыз дұрыс. Тағы да демімізді аламыз және демімізді шығарамыз. Тағы да бір рет демімізді шығарамыз. Керемет. Енді қазір біздер қайтадан осы қалыпқа оралып, қазір аяғымызды жоғары көтереміз де, бірінші өкшемізді өкшеге, демімізді алғанда тіземізді бір-бірінен алыстатамыз. Демімізді шығарған кезде тіземізді тізеге, алайда өкшемізді жоғары көтереміз. Демімізді аламыз, демімізді шығарамыз. Демімізді аламыз, демімізді шығарамыз. Бұл жаңағыдай айтып өткенімдей, сіздің аяқ бұлшық еттерін, жамбас, сондай-ақ бөксе бұлшық еттеріне өте пайдалы, жақсы әсерін тигізеді. Өйткені біздің омыртқамызды қатайтып ұстап тұру үшін осы бұлшық еттер өте маңызды рөлін атқарады. Сондықтан да кішкене жасап, тағы да жасап өтейік. Демімізді аламыз, демімізді шығарамыз. Керемет. Енді қолдарымыздан итеріліп, қазір біздер маджириясына қалпы деп айтады, немесе еңбектеп, жаңа 4 аяқтап тұрамыз. Қазір біздің мынау білектеріміз иықтарымыздың астында болуы қажет. Демімізді алған кезде біздер қазір кеудемізді астыға қарай итеріп, жауырындарымызды біріктіреміз. Демімізді аламыз да, демімізді шығарған кезде бөксе бұлшық еттерін, яғни жамбасымызды өкшемізге қарай бағыттаймыз. Демімізді аламыз да, демімізді шығарған кезде қайтадан алдыға қарай, қолдарымызға қарай жаңағы арқамызды бүкірейтеміз. Демімізді аламыз, демімізді шығарамыз. Демімізді аламыз, жауырындарымызды біріктіреміз, иықтарымызды кішкене астыға қарай түсіреміз және жамбасымызды аяққа қарай бағыттаймыз. Демімізді шығарамыз, арқамызды бүкірейтеміз. Тағы да бір мәрте қайталаймыз. Керемет. Енді қазір біздер кішкене қолдарымыздың арақашықтығын ұлғайтып, Адха-мукха шванасана деп аталатын қалыпқа шығып көрейік. Аяқтарымыздың ұштарын қазір осы кілемге қоя отырып, қолдарымыздан жақсылап тұрып итерілеміз де, тіземізді жоғары қарай көтеріп, алайда жамбасымызды, сондай-ақ сандарымызды артқа қарай бағыттаймыз. Бұнда ең бастысы, мынау тізеңіз бүгілі болса да болады. Ең бастысы біздің арқамыз, сондай-ақ бел бұлшық еттері, омыртқалары жақсылап созылу қажет. Егер де сіздің аяқтарыңыздың бұлшық еттері созылған болса, онда тізеңізді бүкпей жасап көрсеңіз де болады. Бұнда сонымен қатар кішкене аяқтарыңызды, оң аяғыңызды және сол аяғыңызды бүгіп, қолдарыңыздан жақсылап тұрып итерілесіздер. Яғни бұнда ең бастысы бізді
бізде мынау омыртқамызды созу болып табылады. Керемет. Енді қазір қайтадан осы қалыпқа ораламыз және оң аяғымызды алдыға қарай қоямыз. Біздің мына өкшемізбен тіземізбен өкшеміз яғни бір деңгейде болу қажет. Деміміз алғанда аяғымыз тіземіз бүгілі, демімізді шығарған кезде қазір жамбасымызды артқа қарай бағыттатамыз да, аяқтарымызды өзімізге қарай, алайда тіземізді жамбасқа қарай тартамыз. Осылай бірнеше рет жасаймыз. Демімізді аламыз, демімізді шығарамыз. Демімізді аламыз, демімізді шығарамыз. Бұнда қараңыздар, артқа аяқ, демімізді шығарып, аяғымызды өзімізге тартқан кезде тіземіз бен жамбасымыз бір деңгейде болу қажет. Демімізді шығарамыз. Тағы да бір рет. Енді осы қалыпта қала отырып, қазір егерде сіздің арқаңыз бүкірейіп тұрса, онда кішкене бір қолдарыңызға биіктік алған дұрыс. Кітапшалар немесе басқа да биіктік егерде болса. Демімізді алған кезде немесе кішкене аяғыңыздың артқы бұлшық еттері жібермесе, онда бүксеңіздер де болады. Ең бастысы бұнда біздің арқамыз кішкене түзеу болу қажет. Сондықтан да енді қазір демімізді алған кезде және шығарған кезде біздер мынау ішімізді санымызға қарай бағыттаймыз. Осында бірнеше цикл. 3. Біркелкі демалып тұруға тырысыңыздар. Енді біздер қазір оң аяғымызды артқа қарай жібереміз. Өкшемізбен артқа қарай тартыламыз. Алайда сол қолымызды алдыға қарай жібереміз. Беліміздің майысып қалмауын қадағалауымыз қажет кішкене. Демімізді алған кезде осы күйде, демімізді шығарған кезде белімізді кішкене тұрақтандыру үшін осындай бір жаттығулар жасаймыз. Яғни астыға түсіреміз, демімізді шығарамыз, демімізді алған кезде қарама-қарсы аяқ пен қолды жоғары көтереміз. Жоғары, төмен. Жоғары, төмен. Басымыз, мойнымыз майысып қалмас үшін кішкене алдыға, өзіміздің алдымызға қарап отырған дұрыс. Жоғары, төмен. Жоғары, төмен. Және тағы да жоғары және төмен. 4 және 5. Осында бірнеше секунд ұстаймыз. 3, 2 және 1. Керемет. Енді қазір тіземіздің арақашықтығын кішкене алшақ ұстап, өкшемізді біріктіреміз де, қолдарымызды алдыға қарай созамыз. Бұнда біз белімізді кішкене демалдырамыз, яғни ол үшін жамбасымызды өкшемізге қарай жақсылап, тақап бағыттаймыз. Керемет. Кішкене қолдарыңыз егерде шаршап қалған болса, қолдарыңызды кішкене сілкіп жіберсеңіздер болады. Енді қайтадан екінші жаққа қарай Адха Мукха Шванасана қалпы арқылы шығамыз, немесе қазақша тау позасы деп те айтуға болады. Қазір жауырындарымызды кішкене кеңейтеміз де, аяғымызға қарай барлық салмағымызды қолдан аяққа қарай береміз. Яғни бұл планка емес, аяққа тұрғымыз келетіндей қолдан аяққа қарай барлық салмақты береміз. Бұнда ең бастысы біз арқамызды, омыртқамызды созу болып табылады. Осында бірнеше секунд. 5, 4, 3, 2. Санымызды артқа қарай. Жамбасымызды артқа қарай созамыз. Керемет. Және қайтадан тіземізді қазір еденге қарай бағыттап, сол аяғымызды енді алдыға қарай шығарамыз. Өкшемізбен, яғни біздің тіземіз бір деңгейде болған дұрыс. Демімізді алған кезде, демімізді шығарған кезде қазір жамбасымызды артқа қарай және тіземізді, яғни аяғымызды түзейтеміз. Демімізді аламыз және демімізді шығарамыз. Қолдарыңызға мүмкін кітап болса егерде үйде, басқа да бір қолға алатын
Биіктік болса қолдансаңыздар болады. Демімізді шығарамыз. Демімізді аламыз, демімізді шығарамыз. Керемет. Демімізді алған кезде жауырындарымызды ішке, иықтарымызды астыға қарай, артқа қарай тартамыз. Қолдарыңызға белгілі бір биіктік алсаңыздар болады, немесе кішкене аяқтарыңыз бүгілі болса да еш нәрсе етпейді. Яғни бұнда бастысы ішіңізді аяққа қарай созып бағыттауыңыз қажет. Осында бірнеше секунд тағы да. 3, 2, 1. Енді қолдарымыздан жақсылап тұрып итеріліп, сол аяғымызды артқа қарай, алайда оң қолымызды алдыға қарай созамыз, қарама-қарсы оң қолымызды. Енді демімізді шығарған кезде қолымыз бен аяғымызды астыға түсіріп, демімізді алған кезде жоғары қарай көтереміз, демімізді шығарамыз, аламыз. Бұнда беліміз майысып қалмау үшін кішкене ішімізді өзімізге қарай бағыттап реттеп отырған дұрыс. Демімізді аламыз, демімізді шығарамыз. Демімізді аламыз, демімізді шығарамыз. Тағы да 2 рет. Және соңғы рет. Енді статикада. 5, 4, 3. Өкшемізді артқа, қолымызды алдыға қарай созамыз. 2, 1. Керемет. Енді аяқты аяққа қарай, 2 аяқты бірімен соң бірі біріктіріп, тіземіздің араға қышықтығын алшақтатамыз. Алайда қолдарымызды алдыға қарай созып, баласана қалпына қайтадан ораламыз. Яғни бала қалпы. Бұнда сіз беліңізді, сондай-ақ 8 көз деп айтады, крестец, орысша айтқанда. Кішкене осы жерді жақсылап босаңсыту үшін белдегі кернеуді алу үшін осы жаттығуды жасаймыз. Керемет. Енді қазір біздер 2 аяғымызды алдыға қарай созамыз. Және 10 аяғымызды сол тіземіздің үстінен қоямыз. Яғни біздің тізелеріміз 10 тіземіз сол тіземіздің үстінен болуы қажет. Қазір демімізді алған кезде біздер 2 саусақтарымызды, қолдарымыздың саусақтарын біріктіріп, жоғарыға қарай көтереміз. Қолдарымызды жоғары көтерген кезде жамбасымыз астыға қарай, алайда қолдарымыз керісінше үстіге қарай жоғары көтереміз. Демімізді аламыз, астымыздағы аяғымыздың тізесін өзіңізге қарай тартып отыруыңыз қажет. Демімізді шығарған кезде аяқтарыңызды, сандарыңызды бір-біріне қарай итермелеп, алдыға қарай созылып көрсеңіздер болады. Осында бірнеше секунд. 5, 3, 4, 3, 2, 1. Керемет. Енді аяғыңызды алып, өзіңізге қарай тартасыз. Алайда бөксе бұлшық еттерін керісінше артқа қарай созасыз. Керемет. Жақсы. Енді келесі аяққа да тура солай жасаймыз. Сол аяғымызды 10 тіземіздің үстінен қоямыз. Бұл бізге сондай-ақ бөксе бұлшық еттерін, егерде басқада аяқ аурулары болатын болса, алдын алуға көмектеседі. Саусақтарымызды біріктіреміз де жоғары көтереміз, демімізді аламыз. Демімізді шығарған кезде алдыға қарай жақсылап тұрып, ішімізді созып тұрып, қабырғаларымызды белге қарай бағыттап, алдыға қарай созыламыз. Яғни біздің жамбасымыз астыға қарай, алайда қолдарымыз кішкене алдыға қарай созылу, яғни өзімізді жан жаққа қарай созуымыз қажет. 3. Тіземізді жамбасқа қарай бағыттап, біркелкі демаламыз. Керемет. Енді өзіңіз жететіндей мүмкіндігіңізше немесе балтырдан, немесе өкшеңізден, аяқ ұшынан алсаңыздар болады. Демімізді алған кезде жауырындарымызды ішке қарай бағыттап, иықтарымызды астыға түсіреміз. Демімізді шығарған кезде тағы да кішкене алдыға қарай созыламыз. Жамбасымызды астыға қарай, басымызды керісінше аяққа қарай созамыз.
Керемет. Енді осы асимметриялық қалыптардан кейін келесі симметриялық қалып, яғни екі аяқтарымызды біріктіреміз. Қайтадан қолдарымызды біріктіріп, жоғарыға қарай жақсылап тұрып созыламыз. Мынау жамбастың бұлшық еттерінен ұшып баратқандай секілді, мына қолдарымызды жоғары қарай көтереміз, алайда жамбасымызды кейін керісінше астыға қарай тартамыз. Және демімізді шығарған кезде алдыға қарай тартыламыз. Демімізді аламыз, демімізді шығарамыз. Керемет. Жақсы. Осы кішігірім жаттығулар сіздің денеңізге жеңілдік және жақсы көңіл күй сыйлайды деп үміттенемін. Өзіңізге уақытыңызды бөліп, сондай-ақ қамқорлық танытайық. Егер сізге осы видео ұнаса, онда лайк басып, пікір қалдырсаңыздар болады. Барлықтарыңызға, баршаңызға денсаулық, амандық және сабырлық тілеймін. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.